Жұқа құймақтар мен нәзік кремнің үйлесіміне айналған осындай блинный торт жасаймыз. 3 стакан әдісін пайдаланамыз. Әуелі жұмыртқаға құмшекерді қосып жақсылап араластырып алыңыз. Одан кейін осы Петропавловсктың 6% сүтін пайдаландым. Ал ұнға расыркительді қосып, 2-3 бөліп жақсылап араластыру қажет. Арасында ешқандай да іртік қалмауы тиіс. Ең соңында ғана қайнап тұрған ыстық суды соңында қосып араластырып жібересіз. Ерітілген сармай немесе осындай кәдімгі сұйық майдан 3 ас қасық қосып жіберіңіз. Енді табамызды қыздырып болып, аз-аздан құйып, құймақтарыңызды пісіріп аласыз. Нәзік крем үшінде осы Петропавловск сүтін пайдаландым. Енді бөлек ыдысқа 2 жұмыртқа, крахмал, ұн, құмшекерді қосып, жақсылап миксерлеп аламыз. Сүттен және азғантай құйып, сұйық масса етіп, қайнап тұрған сүттің үстіне аз-аздан қосасыз. Осылай бұрқылдап қайнап шыққан кезде соңында сармайды қосып жіберіңіз. Сонымен біздің креміміз дайын. Енді тортты жинаймыз. Ол үшін осындай құймақтан 4-5-еуін бөлек алып қалыңыз, қалғанын формаңызға сәйкес кесіп алыңыз. Енді жан-жағына кіргізіп, құймақтардың әрқайсының арасына 2 немесе 3 қасықтан кремді жағып шығыңыз. Жаңа кесіп алған бөлігіміз бар еді ғой, оны да осылай ішіне жайғастырып жіберіңіз, енді қалып кетпесін. Сонда әрі тортыңыз да биік болып шығады. Және тоңазытқышқа 2-3 сағатқа крем сіңгенше қалдырасыз. Ал бетіне сәндік үшін кез келген нәрсені пайдалануға болады. Мен осындай шоколадты ерітіп алдым да, бетіне әдемілеп жағып шықтым. Парақшама тіркелуді ұмытпаңыз және міндетті түрде жасап көріңіз.